Ассаламағалейкум, Болат. Уағалейкумсалам, Бәке. Қалайсың? Жақсы. Міне, келіп қалдық. Ай, өздерің шақырайын демейсіңдер ғой, демалып кетті. Ой, шіркін. Таудың ауасы керемет қой. Ал біз жүрміз қалада, мына түтінге қақалып, шашалып. Енді тірлік. Келеміз десеңіздер, әрқашанда есік ашық. Тау міне, үйде тұр. Ай, Болат, анау, сенің ербошың ба? Үлкен жігіт бопты ғой. Баяғыда кіп-кішкентай, мұрнынан боқ ағып жүрген бала еді. Ол оқуға да түсіп үлгерген. Тек жалғастыра алмай қалды. Жалғастырсын, оқысын, адам болсын, иә? Мен де сол балам оқысын деп. Жарайды, жүріңіз. Болат, мен бір шаруамен келіп едім. Соны келсек те, сонымен мен қайтамын. Жұмыс. Айтсам, бұлай, қазір қалада үлкен бизнес форум өтіп жатыр. Соған шетелден арабтар келген. Шетінен шіріген байлар. Бір-екеуін қонақ үйге орналастырып жүріп танысып алдым. Сол араптарға Сұңқардың бір балапаны керек. Әрине, тегін емес, ақшасына. О не дегеніңіз? Біздің сұңқарлар қызыл кітапқа енгізілген. Білем. Әлемдегі ең мықты сұңқарлар екенін де білем. Арабтар сол үшін ақша төлеп отырған жоқ па? Саудан доғарыңыз. Сіз менің сол аңқұстарды қорғайтын егер екенімді ұмытып кеткен шығарсыз. Мен нанымды адал жеп жүрген адаммын. Ой, Бәке, өстесіңдер енді. Бұл шаңыз, түсінесің бе? Арабтар күнде келіп жатқан жоқ қой. Біз құстарды беріп, ақшасын аламыз да жөнімізге кетеміз. Ал арғарай, таможня дегендермен арабтар өздері келіседі. Бәке, тыңда. Қолыңа $10,000 ұстатамын. Оңай ақша емес қой. Ертең әне, анау балаңды оқуын жалғастырады. Үйлендіресің. Ей, мына нанға сарымай. Сарымай нес, икра жағып жейсің. Бәке, шанысты жібермесейші. Түсінет деп, өзіңе келіп отырмын. Әйтпесем анау, қасқасуда өскенге айтсам бар ғой. Балапанымен қосып, Сұңқарды да беріп жібереді. Ей, оны білесің ғой өскенді. Ақшаның шетін көрсетсең, анау таудың жартысын сатып жіберетін, на? Бәке. Мә, Бәке, мұна жерде 700.000 теңге. Яғни $2,000. Қалғанын балапанды алған соң түгел берем. Келістік пе? Әй, Бәке, буынсы жергеп шағырт тұрсыз ау. Тек Бәрекелді. баламшын ғана. Бәрекелді. Бәрімізде сол бала-шағаның қамышы жүрген жоқпыз ба, Бәке? Жексенбі күні ана арабтармен бірге келемін. Олар ана әлгі балапанды тексеріп көріп алады. Соқыл балапан деп қояды. Әй, қара құс па, ителгіме бірдеңені әкеліп жүрме, шатастырып. Әзіл ғой жай. Жарайды. Жақсы, Бәке. Мен кетейін. Саған сенем. Аман бол. Ал, жақсы. Саған сенем. Ой! Жарайды. Бір мәнісін табармыз. Ой, бәрекелді.
Міне жігіт. Афганец. Давай, вперед. Жексенбі күні алдын ала хабарласам. Жақсы. Спорт, денсаулық кепілі. Ей, қалайсың бала? Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум. Әкеме келдіңіз ба? Иә. Әкеңе бір шаруамен келіп едім. Соны әкеңмен тындырып кетіп бара жатырмын келісіп. Иә. Әкеңе жолығып шешіп қайттым. Жарайды онда. Жолыңыз болсын. Ал мен кеттім. Ей бала. Сен бұлай. Әкеңе қамқор болып жүр. Қанша дегенмен ауған көрген адам ғой. Жарақаты бар дегендей. Денсаулығын күтсін. Жарай ма? Жарайды аға, уайымдамаңыз. Ай, молодец. Ал, жарайды. Мен кеттім. Кел, балам. Киік оты қосылған шайға не жетсін? Балам, мен сені үлкен азамат болып, үлкен қалада, Астанада қызмет етсе екен деймін. Әке, мен енді оқымайым. Мен сіздің жолыңызды жалғастырып егер болам. Сіз білесіз ғой менің табиғатты жан-жануарлар жақсы көретінді. Балам, оқуыңды жалғастырып, білім алып, студент болғанға не жетсін? Әке, мен ешқайда бармайым. Осында ауылда қалам. Ауылың көшіп кетеді ғой деймісің? Мынау тау тасыңда, аң құстарыңда ешқайда жоғалып кетпейді. Демалысқа келерсің. Мен егер болам деп болды дейсің бе? Ауғанстаннан келген соң жұмыс таппай жүргенде осында жіберген жоқ па? Анаң марқұм көз тірісінде қайтатын еді ғой. Менің ұлым ертең үлкен дәрігер болады. Мені өзі ақ емдеп алады. Әке, ол менің анам ауыр жатқан кездегі арманым. Ал қазір дәрігер болудың да қажеті жоқ. Қазір оқуым жалғастыру үшін қаражат керек. Кемінде жылына 300 мың төлеу керек. Ал сіздің 30 мың айлығыңыз неге жетеді? Астыңызда мініп жүрген атыңыз да үкіметтікі. Доғар! Жетеді. Ол менің жұмысым. Ал саған оқуыңды жалғастыру үшін ақша табу керек. Шайыңды іш. Әке, жаңағы уәлиға жай жүрмекен? Қалаға араптар келіпті. Сенен несін жасырайын? Сұңқардың балапанын сұратыпты. Немене? Сұңқардың балапаны? Әке, не деп тұрғаныңыз түсінемісіз? Түсінем. Бірақ саған оқуың жалғастыру үшін ақша керек. Мен ондай харам ақшаға оқымайым. Қызыл кітапқа енген сұңқарларды саудаға салу қылмыс. Бүгін сұңқар сатсаңыз, ертең аю сатарсыз. Қысқарт! Бәрібір де сатқызбайым. Ақшасын қайтарып беріңіз, әйтпесе. Не әйтпесе? Әкеңді ұстап бермексің. Біле білсең бұл сен үшін. Сенің жарқын болашағың. Керек емес, әке. Керек емес. Тоқта! Тоқта! Қайда барасың? Қапын айтты, я? Бір нәрсеге ұрынып қалмаса жарар еді. Ербол! Хозяин, место дома! Хозяин!
Не боп қалды, кімсіңдер? Здравствуйте. Да туристы мы с России. Беда у нас. Потеряли Максима. Нигде не можем найти. Жасы қаншада? 7-й год пошел. У вас в горах пропал. Қазір. Не волнуйтесь, мы найдем вашего Максима. Лишь бы живой был, лишь бы живой. Максимушка. Ай, Успокойся. балдарына қарап жүрсе қайтатын алар. Орталық. Мен 4-ші. Орталық тыңдап тұр. Бір топ Ресейден туристер келген екен, балдарын жоғалтып апты. Жасы 7-де. Өз аймағыңызда іздеуге кірісіңіз. Иә, мен қазір өзім іздеуге шығамын. Сіздер де көмекке адам жіберіңіздер. Қабылданды. Жарайды, түсінікті. Мы найдем вашего Максима. Не волнуйтесь. Әкем мені түсінбейді. Ол менің мына табиғатты, жануарларын тіпті кішкентай тышқандарына дейін қалай жақсы көретін білсе де білмегендей болады. Сәлем бердік, жігіттер. Мен осы жердің егерімін. О, Төрлет бауырым, дастарханға кел. Жоқ, рахмет. Қайтар кездеріңде аны отты толық сөндіріп, мына баклашқа қалдықтарыңызды анау отырған қоқыс жәшігіне тастаңыздар. Дәрілік шөпті пайдалануға тыйым салынады. Жоқ, біз жай демалуға 3-4 сағатқа келдік. Бәрін окей қып кетеміз, братан. Отырсың, наннан үлкен емессің ғой. Менің атым Самат. Ербол, Қайрат. Мына қыз мөлдір. Бірге оқимыз Мираста. Бүгін демалыс болған соң, табиғат аясына келіп, таза ауамен демалайын деп. Содан ол қасқайып тұрып, 21-де жасым бар, күнәдан пәк басым бар. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Міне, нағыз қазіргі заманның батырлары. Нағыз ерлік қой мынау. Маған да әкем Қайраттай қайсар жігіт болсын деп осы есімді қойыпты. Мен ойлаймын, қазір Құдайға шүкір заманымыз тыныш. Ал егерде ел басына күн туатын кез келсе, ерлік жасаудан қашпаймыз деп. Кеше ғана газеттен оқыдым. Бір жігіт өртеніп жатқан жеңіл мәшинеден 2 бірдей бүлдіршінді құтқарып алып шығыпты. Бұл ерлік емес пе? Ал сол жерде топырлап тұрған бір топ адамдардың біреуі де жалындап жанып жатқан машинеге жақындай алмаған. Ал сенше, Самат, дәл сол уақытта сол тобырдың арасында сен де болып қалғанда Ал? не істер едің? Айт. Мен бе? Шынымды айтсам, білмеймін. Өйткені ана құтқарған жігіттің өзінде күйік шалған дейді. 2 қолын, бетін. О, қорқақ. Беті қолымда күйік шалса қыздар қарамай қояды деп ойлайсың ба? Ал мөлдір, сен өзің айтшы. Мына жігіт ерлік жасады екен деп, бұған көңіліңді бұралар ма едің? Иә. Бұл қиын сұрақ. Егер де әлгі жігіт менің бұрыннан танысым болған болса, оның ерлігі үшін оны бұрынғыдан да қатты сыйлап, құрметтеген болар едім. Кім білет? Бірақ мен ойлаймын, ерлікке әр заманда да әр уақытта орын бар. Тек оны жасау үшін адамға үлкен жүрек керек.
кетті әйтеуір. Жүрегім тас төбеме шықты ғой. Ол қонжық. Анасы осы маңда жүрген болу керек. Тамақтың есін сезіп келіп қалған ғой. Енді анасына барып құбыжық көрін деп жылап барсақ, қайтып оралмайды. Өзінен бойы биік тірі жанды көрсе, аюлар қорқады. Рахмет саған, Ербол. Аналар қайда кетті өзі? Самат, Қайрат, шығыңдар енді. Аюды қуып жібердік. Мөлдір, біз саған аю қаш дедік қой. Неге қашпадың? Жігіт болған түрлерін құрысын. Қызы тастап қашқандарың не? Ербол болмағанда не істер едім? Сен ше? Қайрат деген атың бар емес пе? Сонда деймін ау, жаңағы ерлік туралы әңгімелерінің барлығы түфәй күйсін болғаны ма? Ол қойшы Мөлдір, өзімізде ұялғаннан жерге кіретін тесік таппай тұрмыз. Кешірші Мөлдір, айыбымызды қалай жуамыз, өзің айтшы. Ұят болды. Я, масқара болдық Мөлдір. Біз де аюды күнде көріп жүр дейсің бе? Шынды айтсам, тірі аюды көргеніміз. Ол аю емес, қонжық. Қонжық? Ойбай, дәп-дәу боп көрінді емес пе? Даусы да үлкен. Қонжық? Қонжық екен білгенде өзім-ақ. Қоя қойшы енді, Қайрат. Аман болыңдар әйтеуір. Бірақ екеуің маған қарыздарсыңдар. Қалаға барғаннан кейін мені кафеге қыздармен отырғызасыңдар. Және Ерболды да. Жарайды, айтқаның болсын Мөлдір. Жарайды. Тек қыздарға біз қашып кетті деп айтпайсың ғой. Ол енді сендерге байланысты. Жанна бұл әңгімені естісе не болатынын білесің ғой? Жалынан Мөлдіржан, жанына қайта көрме. Айтпашы. Арамыз енді тураланып келе жатқанда. Иә, солай. Ал енді біз келгенше тамақты істеп дайындап қойыңдар. Кеттік, Ербол. Маған мына әсем табиғатты көрсетіп таныстыршы. Сен осы жердің қожайынысың ғой? Максим! Максимушка! Максим! Максимушка! Максим! Максим! Максимушка! Максим! Максимушка! Макс! Вон он бежит, друг наш! Иди ко мне, Максимушка! Иди ко мне, Максимушка! Беги, беги, беги! Идем! Ах ты! Где ты был, мой маленький? Мен адам ба десем ит екен ғой. Итсе жеті қазынаның бірі емес пе? Өй, сен қазақша сөйлейді екенсің ғой. Иә, мен осы жоғарғы Каскасуда өскенмін. Кейін Ресейге көшіп кеттік. Бірақ туған өлкеңді сағынады екенсің. Ей, сен анау Максимнің ит екенін неге айтпадың? Ит екенін айтсақ, іздемей қоятын шығар дедік. Спасибо вам за помощь. Без вас бы мы Максимку не нашли. И горы у вас тут красивые. Ой, да вы еще многих красивых мест не видели здесь. Приезжайте к нам еще. Спасибо, непременно. До свидания. До свидания. Ал Ербол, өз есімге лайық жігіт екеніңді дәлелдедің. Ал енді маған мен көрмеген әдемілікті көрсетіп таңғалдыршы. Жарайды Мөлдір.
Анау қыратта көктемде грек қызғалдағы өседі. Қызғалдақ? Қандай керемет. Ал аты неге шетелше? Білуімше оны грек деген ғалым ботаник зерттеп, әлемге алғаш рет паш еткен. Одан басқа біздің тауда Кауфман қызғалдағы өседі. Ал грек қызғалдағы әлемдегі ең әдемі қызғалдақ болып есептеледі. Бельгияда өткен дүниежүзілік қызғалдақтар фестивалінде біздің қызғалдақ бірінші орын алған. Өкінішті ақ. Қазақ даласында өсетін қызғалдақтарға қойылған аттар құлаққа түрбедей тиеді екен. Мөлдір, қызғалдақтарға сенің атың керемет жарасар еді. Рахмет, Ербол. Сен комплимент әдем айтады екенсің. Қазақтарда қыздарды әр уақытта гүлге теңеген ғой. Ата-анаң саған мөлдір деп ат қойғанда, жаны кіршіксіз таза, көркем мінезді болса екен деп қойса керек. О, сен өзің ақын жанды жігіт болдың ғой. Әрине. Мынадай табиғаты сұлу өлкеде туылып, ақын жанды болмау мүмкін бе? Ербол, қойшы, тіптен мақтап жібердің ғой. Рас айтам. Мен енді қызғалдақтарға сенің атыңды берем. Грейк мен Кауфман сен сотқа беріп жүрмей ме? Сен үшін солармен соттасып жеңіп шығатыныма сенімдімін. Өйткені мені бүткіл қазақстандықтар қолдайды емес пе? Онда мен сенің адвокатың болам. Мен болашақ заңгермін ғой. Сонда сен мені қалай қорғайсың? Сен мені аюдан қалай қорғадың? Мен де сені солай қорғап қалам. Тамаша, келістік. Мен бүгінгі саяхатымыздан ұмытылмастай әсер алып қайтатын болдым. Сен мен танысқаныма да қуаныштымын. Мен де. Диор, ко мне. Диор, кел. Жарайсың. Біздің тауда дәрілік шөптер көп өседі. Жылда медицина институтының студенттері практикаға осы дәрілік шөптерді жинауға келеді. Бар. Мысалға, мына бір шөп киік оты деп аталады. Киік оты? Аты қызық екен. Киіктер жеме сонда? Иә, киік отын шайға қосып ішсең де болады. Және қымызды баптағанда осы киік отымен ыстайды. Сонда қымыздың дәмі де ерекше болады. Онда мен де аз ғана теріп алсам бола ма? Аз ғана болады, бірақ қаптап арбалап алып кетуге болмайды. Міне, мына араларды көрдің бе? Осы аралар қаншама дәрілік шөптерден нәр алып, бал шығарады. Мұндай балдың денсаулыққа қаншалықты пайдалы екенін түсіне бер. Бұл жердің аралары да, малдары да бақытты шығар. Диор, келе ғой. Не ішем, не жейм демейді. Айнала тұнған пайдалы өсімдіктер. Ауасы қандай керемет. Ал сен осындай жерде тұрғың келе ме? Әрине. Біздің ауылда тау да, бұлақ та жоқ. Бірақ сонда да өскен жерімізді жақсы көреміз, сағынамыз. Ал өзің қай жақтансың? Отырарданмын. Шамшағамыздың ауылы. Бізде жусан өседі. Тәңір ауанда батып келе жатқан кездегі жусанның исін айтып жеткізе алмайым. Ал сен атқа мінгің келе ме? Я, әрине. Олай болса мен ат алып келейін. Әке, ол не ақша? Балам. Бұл сенің оқуыңның ақшасы. Таңертең табамын деп едім ғой, міне, таптым. Ананы шақырып алып, ақшасын қайтарып беріңіз. Сұңқардың балапанын бәрібір сатқызбайым, айтпады демеңіз. Өй, не болды сонша түтігіп? Қой. Керек емес. Ал сізге не болды? Ардан аттап, заңнан аттап, маған бола осы іске барсаңыз оқымайым. Балам, тыңдаш. Біз ол сұңқардың өзін емес, балапандарын ғана аламыз. Келесі жылы сұңқар балапан ашады емес пе? Е, оны да сатасыз, кейін мәшине аласыз. Ей, не деп тұрсың? Әкеңе сөз қайтаруды кім үйретті саған? Сіз үйреттіңіз. Жамандыққа бармауды, жауыздыққа қарсы тұруды, өз арыңның алдында адал болуды, шындықты бетке айтуды бәрінде сізден үйренгем. Мен сізге емес, түсінсеңіз қазіргі іс-әрекетіңізге қарсы шығудамын. Есіңізде ме, әке? Өткен жазда ғана екеуміз
браконьерлерге қарсы қауіп қатерге бас тіккен жоқпыз ба? Ал ендігіңіз не? Мен сізді түсінбедім, әке. Түсінбедім. Балам. Мұның бәрі сен үшін ғой. Сенің жарқын болашағың үшін. Үш. Браконьерлер болуы мүмкін. Ал, құй, бәке. Мына таза ауада шіркінің жақсы кетеді ғой. Кәуапты күтпейміз ба? Өй, мынаның бетіне қарап отырамыз ба не? Ей, Тимур, Оу, кәуабың қашан дайын болады? жарты сағат аға. Жарты сағат алдың, жарты сағат деп айттың ғой. Тездет, тездет. Сәл шекілеу болса, ештеңе етпейді. Ал мәке, құралайды көзге атқан мергендер үшін алып қояйық. Тигізамай қаламыз ба деп переживат еттік қой. Осындай мылтықпен тигізбесең ұят болады ғой. Бәке, мылтықты бергізші. Аспандағы анау құсты атып көрейін. Бұл не отырыс? Оппо, іншек, кел төрлет. Мен сіздерген ішек емеспін. Мен осы жердің инспектор егерімін. Ал мыналарыңыз заң бұзушылық, арқардың қызыл кітапқа енгенін, одан кейін заңмен қорғалатын білесіздер. Сондықтан мына мылтықтарыңыз тәркіленеді. О, бауырым, не болды сонша? Қазақ емеспіз бе? Кел, 100 грамм шейік. Расында да туысқан. Дастарханнан дәм тарт. Кел. Қане, мәке, құйып жібер. Мен сіздерге тағы да қайталаймын. Заңсыз арқарды атқандарыңыз үшін жауап бересіздер. Неге заңсыз? Мүмкін бізде арқарға лицензия бар шығар. Сен келе сала дегенде бермей, мына ағаларыңмен 100 грамм іш. Ондай құжаттарыңыз болса, қане көрсетіңіздер. Болмаса мына мылтықтарыңыздың құжаттарын да, аңшылық билеттеріңізді де маған бересіздер. Сен інім, қатты кеттің ғой. Бастығың кім өзі? Мен сөйлесейін. Ешкіммен сөйлесудің қажет жоқ. Заң алдында жауап бересіңдер, бәрің. Мынауың бір сөзге түсінбейтін пәле екен ғой. Тимур, сен сөйлесші. Қазір мынау арқардай бауыздап, қасқасы лақтырып жүрем сені. Сосын тауып алсын. Қой, Тимур, қатты кетпе. Інішек түсінеді ғой. Келісерміз. Міне мұнда $1000. Әуре болмаңдар. Барлық нәрсені ақшамен шешіп үйренгенсіңдер ғой. Оларың бола қоймас. Ой, әкеңнің.
дер кезінде келдің балам. Әке, мен оны өлтіріп қойған жоқпын ба? Қорқма, мұндайлар оңайлықпен өлмейді. Мыналарды байлап тастайық. Мына құжаттармен танысып қол қойып жіберіңіз. Ал, инспектор жолдас. Мына арқарды өзімізбен бірге алып кетейік. Сурет түсірілді, дәлел бар. Енді бұл қуырдықтан басқа ештеңеге керек болмас. Жарайды, өздеріңіз білесіздер. Иә. Ал, инспектор жолдас, рахмет. Мына ерлігіңізді екінің бірі істей алмас. Ескеріледі, ескереміз. Бұл біздің жұмысымыз ғой. Иә. Енді семен. Ісім болсын, инспектор. Бар. Басында іс бола тұра. Айтуын қараш мұны. Мәләдес. Жарайсың. Ал, жақсы. Сау болып тұрыңыздар. Сіздер де сау болыңыздар. Жақсы. Жақсы. Сау болыңыздар. Отыр ары. Қайдан ғана кеп қалды деймін да? Не, аю ма? Жоқ, ана жігіт айтам. Аюда дәл біз келгенде шығатын айтам. Өзінше герой мөлдірдің алдында. Мүмкін ол өзінің аю шығар, кішкене кезін сүт беріп өсірген, а? Расында да, бұл ой менің басыма келмепті. Тоқта. Сен осы мөлдірді қызғанып жатқан жоқсың ба? Бәсе. Неге? Нәстірейінің нәскейінге түсіп кеткен дейм? Түсінем. Мөлдір тамаша қыз. Сен оған өз ойын кетті салдың ба? Кетшей. Бүгін бір реті келема деген ғой. Анау Тарзан жылып кетті. Ой, қызда болса үмітің, батылда бол жігітім деген бар емес пе? Ал сен болсаң, кішкентай ғана аюдың қонжығынан қорқып, сөз айтайын деп отқан қызын тастап қаштың. Ал сенше? Сен қашпадың ба не? Мені қой өрші. Менің қызым қалада ғой. Мына сен айтсайшы. Қайрат деген атым бар деп, көкірегіңді ұрып тұрып. Кішкентай ғана аюдың баласынан тым тарақай тастың артына қашып тығылып. Позор джунгли, Қой деймін саған, Каста болсам мен сенің, Бергеле. Тоқта, Салдың аяғыма. Не болды саған, Ербол? Тіптен көңілсізсің ғой? Әлде мен... Жоқ, Мөлдір. Сенің ешқандай кінәң жоқ. Мен жай әншейін. Айтпасаң өкпелейім. Мына қыз басыма бәле болды ғой. Қайдан ғана уәде беремін деп келе жатқан жоқсың ба? Олай болса кері қайтайық. О не дегенің, Мөлдір? Мен бағана әкемен сөзге келіп қалдым. Не үшін? Солай болып қалды енді. Онда әкеңнен кешірім сұра, сонда көңілің жайланар? Жоқ, сұрамайым. Өйткені оның ойлаған ісі дұрыс емес. О, сен де қатты кетіпсің ғой тіпті. Ал анаң не дейді? Ал анамның өмірден өткеніне 4 жыл. Ауырып қайтыс болған. Кешір. Ал енді әкеңмен керісетіндей. Не күн туды басыңа? Ата-анаға қарсы сөйлемеу деген хадисте жазылған емес пе? Бұл жерде тіпті басқа жағдай. Сен түсінбейсің. Әрине. Көңіл қаратып бүгін ғана танысқан жан сенің жаныңды қайдан түсінсің? Қой, Ербол, кері қайтайық. Түсінбедім. Мөлдір, сен не маған өкпеліп қалдың ба? Жарайды, Ербол. Мені курстастарыма жеткізіп сал. Қалаға қайтатында уақыт болды. Ертең сабақ. Мөлдір, маған ренжіп қалмадың ба? Мен саған бәрін түсіндірейін. Сен маған ақылыңды айтшы. Тіпті басым қатып не істерімді білмей қалдым. Сырыңды бөлсем десең, ақылым тегін. Менің әкем маған бола қылмысқа бармақшы. Сен үшін қылмысқа бармақшы? Қалай сонда? Өзім де түсінбеймін. Қысқасы былай.
Товарищ командир, вижу старика на ишаке. По горной тропе направляется к нам. Приведи его ко мне. Есть. И будь осторожен. Жауынгер Баймырзаев. Мен. Сен өзі қай жақтансың? Кентаудан, жолдас командир. Байылдыр деген жерден. Кентаудамын де. Ол жақта әлгі гректер көп емес пе де? Иә. Мен достарымның көбісі гректер. Бәрі қазақша таза сөйлейді. Дұрыс. Айтпақшы, сен өзің үйленген бе едің? Жоқ. Бірақ жүретін қызым бар. Сөз байласқанбыз. Есімі Құралай. Ауылға барғасын үйленем. Дұрыс. Үйленіңдер. Сөйтіп, қазақтың санын көбейтіңдер. Құдай қаласа, тойға шақырам. Келесіз қоя, жолдас командир. Ой, шақырсаң, әрине барам. Ендеше, шақырды дей беріңіз. Міне, мына қыз менің қалыңдығым. Құралай десе нағыз Құралайдың өзі екен, ә? Жарайсың. Құттықтаймын. Рахмет. Ақсақал. Қайда жол тарттыңыз, қайдан келесіз? Жүрсем өз жерім, өз тауым. Ал мен осы сұрақты сендерге қойсам жарасады. Менің жерімде қаңғып, шеттен келген шебөрдей неғып жүрсіңдер? Товарищ командир, разрешите? Тоқтай тұр, Егор. Дорбасын тексеріңдер. Күдікті заттар болып жүрмесін. Мен өлімнен қорықпайым. Асарымды асап, жасарымды жасадым. Өлсем сүйегім туған жерімде қалады. Ал сендер өлсеңдер, туған жерлеріңнің топырағы сендерге бұйыра қояр ма екен? Біз бұл жерде ерігіп жүрген жоқпыз. Сендерді мұнда ешкім шақырған жоқ. Аман сау кездеріңде елдеріңе қайтыңдар. Мына шалдая. Оборзили душманы. Жарай, жігіттер. Бара берсін. Жасын сыйлайық. Бара бер. Енді көзіме көрініші болма. Жолдас командир, менен Құралайға сәлем айтыңыз. Сен өзің айтасың. Өзің айтасың, естимісің бауырым? Көзіңді ашшы, есің жейші. Сіз менің тойыма келем деп едіңіз ғой. Мен міндетті түрде барам тойыңа, бауырым. Міндетті түрде барам. Тек сен есің жейші, бауырым.
бәріміз таң атқанға дейін билейміз әлі. Естимісің мені, Баймырзаев? Мұның не? Баймырзаев! Жоқ! Ей, балам! Дүрбіңнен қарап жіберші. Менің сары бұқам көрінбей ме екен? Арқанын үзіп кетіпті. Жоқ, ақсақал, көрінбейді. Қабайт деген ая. Қайда жүр екен? Ит құстан аман болса жарар еді. Көрсем айтармын, ата. Сөйте қойшы айналайын шырағым. Іздемеген жерім жоқ. Сусынген жақты қарамасам. Ербол! 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 Тауда жүре беріп тарзан болып кеткенсің ба, досым? Қалай, досым? Ауылға келуді қойдың ғой. Келгені қандай жақсы болды, Ереке. Сенмен бір ақылдасатын шаруа бар. Ақылым тегін, досым. Маған таза бал тауып берші. Болды. Емге. Банкыңды қоясың, аралар өздері келіп толтыра беретін жерге апарам ғой. Айтасың сен де, досым. Жарайды, ендеше кеттік, жолда сөйлесеміз. Кеттік онда. Досым, солайды. Махаббаттың құрығына іліндім де. Мектепте жүргенде еш қызға қарамау үшін, сенің әңгімеңнен кейін сол қызды көргім келіп тұр менің де.
өзі сонша сұлу қыз ба? әп әдемі күлкісі де Бәлем, былтыр мен анау көрші ауылдағы Сәулеге ғашық болғанда дәл сендей күй кешкен. Отырсам да, тұрсам да сол қызды ойлап, саған айтсам, өй, қойшы сол мұрны тәмпіш қызды деп көңілімді қалдырғансың. кешір шіркін, қазір қайда ол қыз? Ол ма? Күйеуге тиіп кетті. Бірақ бетіне сүйіп үлгердім. Ол ше? Шапалақпен тартып қалды. Жігітім бар деді. Сонымен махаббатымыз бітті. Қиын болған шығар саған, иә? Дәл сол сәтте, иә. Өмірдің барлық қызықтары біткендей, өзімді бақытсыз сезініп қалғанмын. Бірақ ертеңіне қаладан бір қыз келді. Соған ғашық болып қалсам бола ма? Сөйтіп, Сәуле жайына қалды. Кейін ойлап қарасам, шынында да сен айтпақшы, тәмпіш мұрынды қап-қара қыз екен ғой. Оп. Міне Еркош, нағыз таза бол осы жерде. Мадейін Қасқасу, Қазақстан. Мақтауын келтірдің. Енді дәмін көрейік досым. Байқа шағы болмасын. Мен арадан қатты қорқам. Баларан жаққан пайдалы, қыста тұмау түймейді. Біреу шақса пайдалы ғой. 10 шақтысы бірден жабылып кетсе. Неге жабылады екен? Сен теспесең, олар да теспейді. Тек сиқырлы сөз айтсаң болды. Ол қандай сөз? Табиғат ортақ, тауды ортақ, өзен де ортақ, бауды ортақ, бәрімізге жетеді, таласпасақ та нетеді? Өзің шығарып алдың ғой деймін. Еркош, мен бір күні бар ғой, алма жеуге келген кезде алдымнан аю шықты. Сөйтіп, осы сиқырлы сөзді айтып едім, бұрылды да кетіп қалды. Қош, рас па? Сенбесең өзінен сұра. Кімнен? Аюдан. Ассалаумағалейкум, ата. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, сені танып тұрмын, мына бала. Бұл ма? Ата, мен кереге тастағы Асқардың баласым ғой. Атым Еркін. Бәрекелді, балалайын деп келдіңдер ме? Иә, бал алуға келдік. Апам науқастанып қалып еді. Алла шипасын берсін. Балдың емдік қасиеті туралы Құранда да айтылған арнайы сүреде бар. Құдайдың құдіреті. Осы бір кішкентай аралар біздің таудан әртүрлі гүлдердің шырынын жинап, бал жинайды. Мінекей, 3 келі 3000 теңге. Алыңыз, ата. Рахмет, ата. Бәрекелді. Жақсы. Рахмет, ата. Жақсы, Сау рахмет. болыңдар, қарақтарым. Егер досым, мен сен болсам, сол қызды іздеп барар едім қалаға. Айтуға оңай. Ой, несі бар? Оқитын жерін білесің. Сен барғанда күліп қуана қарсы алса, онда оның да сенде ойы бар деген сөз. Ал егер сөйтіп салқын қабақ танытса, онда қайтасың. Солай ойлайсың ба? Ол жағын менен сұрай бер, досым. Қыздың көзінен сені көргенде, жылы бір ұшқынды байқасаң, Құдай тілеуіңді берді дей бер. Ал егер салқын қабақ танытып қарсы алса, онда неге келгеніңді айтпай-ақ қой. Ал өзі сұрасашы. Енді қазбалап сұра бермейтін шығар. Бір тірліктермен келдім дей сал. Ай, Еркош, ай, Сәуледен таяқ жесең де біраз нәрсе үйренгенсің ғой осы. Жарайды. Барсам барып қайтайын. Міне жігіт, міне аттан төлеш жібегіңе. Досым, сәттілік. Жақсы. Бұл апарамыз ғой. 1000 теңге бола ма? Жоқ аға. Автобустар жүрмей ме екен? Жарайды, 800-ге тұршы. Жоқ аға. Мен қаланы аралап келейін одан да. Тоқташ. Тегін ақ жетіп тастайшы сен. Апарасыз ба? Онда мәжіне қайда? Біздікі мынау. Жүргет. Ғыр. Машинаңыз әдемі екен аға. Так. Белдігін тағып алдың ба? Енді 500 теңге жайлап қой.
Кеп болды. Ал, Ербол, келдік. Сау болып тұр, аман болып тұр. Рахмет. Айтпашы, қызыңа сәлем айт менен. Бірақ ол менің қызым емес. Ой, болмаса болады. Сен де жігітке қарамағаны бар ғой, ол өкіне дүрдің. Соны айтып бар менен. Жақсы, аман бол. Жақсыға рахмет. О, Ербол, сен мұнда не әбішсің? Қалайсың? Әлде оқуға тапсыратын ойың бар ма? Қайрат Мөлдерді көрмедің бе? Мөлдір ол бүгін келмеді сабаққа. Келмегені қалай? Келмеді ма не? Қайдан білейін, қызықсың. Мүмкін ауырып қалған шығар. Ауырып? Ербол? Мөлдір? Жарайды, мен бара берейін. Сен онда қайдан жүрсің? Сен іздеп келдім. Мені? Қалаға мен үшін арнайы келдің бе? Несі бар? Сені көргім келді. Содан міне келдім. Жүрейін деше. Бүгін бізге сабақ ерте бітті. Мен саған қаланы көрсетем. Аққудай жалғыз гүлдегі сезімге жүрек шөлдеді сағыныш баурап жанымды арманға қанат сермеді өзіңсіз өмір сүрсем де сағынып сені жүрсем де өзгені жүрек сүймеген көңілім менің бір сенде таусылмас еді-ау көктемім жанымда болсаң тек менің аяздай батар жаныма алыстап менен кеткенің есіме түссе өткенім көмескі тартар көктегін қалар ем көңіл тазарса нөсерлеп жауын төккенін жүрегім бұлай күймеген ешкімді бұлай сүймеген көргенде сенің бейнеңді өзгеше билеген көңілім сенсіз жасыған ғажайып сезім тасыған бір көрсем екен сені деп өзіңе қарай асығам таусылмас еді-ау көктемім жанымда болсаң тек менің аяздай батар жаныма алыстап менен кеткенің есіме түссе өткенім көмескі тартар көктегін қалар ем көңіл тазарса нөсерлеп жауын төккенің таусылмас еді-ау көктемім жанымда болсаң тек менің аяздай батар жаныма алыстап менен кеткенің есіме түссе өткенім көмескі тартар көктегін қалар ем көңіл тазарса нөсерлеп жауын төккенің
لماذا توقفنا؟ لا أدري. Әне келе жатыр, көрдің бе? Иә. Мөлдір. Бәрі жақсы. Мөлдір бар. Ойдағыдай бола ма? Қалай болса да тоқтатуымыз керек. Бар енді. Машинаны тоқтатты. Қайда барасыз? Достарымнан қалып қойып едім, жеткізіп салыңызшы. Отыр. Иә. Биыл қар ерте түссе қарындас. Ерте түссе көктем ерте шығады дейді ғой. Иә. Түнде қар жауып, ауа райы бірден күрт суып кетті ғой. Сені жалғыз тастап кеткен қандай достар ол? Анау жерде тұрған бұлақтан су алам дегенше, олар кетіп қалыпты. Қазір мына төте жолмен қуып жетеміз. Қалай? Жоқ, мына жаққа қарай, ағай. Бұлай қарай. Мен бұл жолдарды беске білем, қарындас. Болмады. Не істейміз? Ербол!
несі тағы? Қазір. ماذا حدث؟ لا أدري. Ей, қырсық. Ей, Болат, сен қайдасың, а? Жолдардың бәрін тас басып қалды. Тез жет маған, тез жет. Ой, анау келген арабтардан ұят болды ғой. Тез кел. Мен ештеңе білмеймін. Ана тауықты өзіңмен бірге ала кел. Тез жет маған. Болат, келдің бе? Қалайсың? Тауықтарды әкелдің бе? Қоржында ма? Саған тауық керек пе? Иә. Мә. Ей, сен шынымен тауық әкелген бісің? Ей, сен менімен ойнама бала. Сұңқарлар қайда деймін, қайда? Жоқ. Сен менімен ойнама, ойныңды осып қаямын, түсіндің бе? لا أظن أنه سيحدث. فلنرجع. Ей. Мен саған көрсетем әлі. Қарап тұрып, дайын ақшадан айырылдық. Мен сені бастықтарыңа айтып жұмыстан қудыртам. Сен мені олай қорқытпай-ақ қой. Сен... Мә, анау ақшаң. Ей қыз. Сіз арабтарға сұңқар сатпақшы болып, әкеме пара бердіңіз. Ал әкем оны алмай сізге қайтарып берді. Міне мына камерада бәрі бейнеленген. Біз бәріміз осыған куәгерміз. Иә, куәгерміз. Иә, бұл бейнетаспаны біз интернетке жіберсек, қызметіңізге нұқсан келетіні анық. Ей, қарындас, сен де осылармен біргемісің? Иә, біз біргеміз. Мен сендердің барлықтарын шеттеріне құртамын. Ал сені түрменің түбінде шірітемін. Кеттік, жүріңдер. Жүріңдер, балалар. حسناً صدقة. Ой! Сендер нағыз ерлік жасадыңдар. Сіздікі де ерлік, әке. Аққудай жалғыз көлдегі сезімге жүрек шөлдеді сағыныш баурап жанымды арманға қанат сермеді өзіңсіз өмір сүрсем де сағынып сені жүрсем де өзгені жүрек сүймеген көңілім менің бір сенде таусылмас еді ау